Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы сурет салу өнер. Бүгінгі сабақта қиялыңдағы суретті сипаттайсың және саласың. Түсініп оқы, өз сөзіңмен әңгімеле. Сурет қалай аталады? Авторы кім? Суретші қандай бояуды көп пайдаланған? Неліктен? Суреттегі жыл мезгілін сөзбен сипатта. Балалар, сендер экраннан Әбілхан Қастеевтің «Гүл ашқан алма» тақырыбындағы суретін көріп тұрсыңдар. Суретші Әбілхан Қастеев туған жердің әсем табиғатын, оның дидарындағы адам қолының жасампаз өзгерістерін зор шабытпен бедерлей алған суреткер. Ол бұл суретте қанық түсті бояуларды пайдаланған. Себебі көктемде жер беті жасыл түске боялады. Күн жылынып, ағаштар бүршік атып гүлдейді. Бүгінгі өтетін мәтініміз «Бәрібір өкінбеймін» деп аталады. Олай болса, мәтінді бірге оқып көрейік. Біздің сайқан, сауыр таулары тұнып тұрған сұлулықтың өзі сияқты. Тек асқар таулар мен ну ормандар, сарқыраған ақ көбік өзендер қиялды еріксіз қозғайды. Ақ қағаз бетіне қара қарындашпен бірдеңені саласың ба қайтесің деп маза бермейді-ау, маза бермейді. 2-3 сыныптан бастап сурет сала бастадым. Онда да қайбір қиратып тастады дейсің. Қисық қарағайлар, ақсақ аюлар деген секілді. Мұғаліміміз Кәрім Ақтаев бәрібір мені мақтап қояды. Бұл баланың көкірегінде көзі бар деп. Бірте-бірте әлгі қисық қарағайлар түзеліп, аюымның жүрісі оңала бастады. Енді сыныптағы қыздардың бейнелерін сала бастадым. Сонымен сыныптың, тіпті мектептің суретшісі болып алдым. Өскенде кім боласың дегендерге бірден жауап беремін. Тіпті ойланбаймын да, суретші боламын. Әбілхан Қастеев сияқты. Бәрекелді дейді олар. Ол кез арман орындала бермейтін қиын жылдар еді. Жер аяғы алыс, Алматы одан да қиыр, қаражат жоқ дегендей. Суретші болсам деген арман орындалмады. Бір сурет альбомдарын сыныптағы қыздардың қолтығында кетті. Кейін жазушы болдым. Шығармаларымды оқыған суретші достарым. Сенің жазуыңнан суретшінің қолтаңбасы ап-айқын білініп тұрады. Әсіресе табиғатты суреттеген кезде қолмен сызғандай десіп жүреді. Кім біледі, рас шығар. Әйтеуір суретші бола алмағаныма көп өкінбеймін. Өйткені суретшілік пен жазушылық ұқсас, тіпті егіз мамандық сияқты. Балалар, бәрібір өкінбеймін мәтінінің авторы Марат Қабанбай. Әңгіме қалай аталады? Ол кімге қатысты айтылған? Жазушы неге өкінбейді екен? Әңгіме бәрібір өкінбеймін деп аталады. Ол жазушыға қатысты айтылған. Яғни, жазушының өкінбейтін себебі ол суретші бола алмаса да жазушы болды. Суретшілік пен жазушылық ұқсас, тіпті егіз мамандық сияқты болғандықтан өкінбеді. Сурет салу өнер. Өлеңді бірге оқып көрейік. Суретшілік шебер, сурет салу өнер. Салып едім күнді, күн жадырап күлді. Салып едім тауды, тауда жаңбыр жауды. Салып едім үйді, төбесі көкке тиді. Пойызды да салдым, жолға көп жүк алдым. Ұшақты да салдым, алысқа ұшып бардым. Көліктерді салдым, көркіне таң қалдым. Салып едім бүркіт, кетті торғай үркіп. Салып едім пілді, болып шықты зілді. Салып едім атты, атым тұра шапты.
Бұл өлеңнің авторы Ақылбек Шаяхмет. Ол 1951 жылы туған, Қостанай облысы Жітіқара ауданында. Ақылбек Шаяхмет ақын, қазақ және орыс тілдерінде поэзиялық және прозалық 17 кітабы шыққан. Шығармалары шетел тілдеріне аударылған. Балаларға арналған Күлім деді күніміз, Гүл мен бидай, Біздің бақша, Шынар, Аяз және Қыдыр атты кітаптары жарық көрген. Сурет салу өнер тақырыбына жоспар құр. Мысалы, мен суретшімін. Яғни сен өзіңді суретші болып елестетіп, қалай сурет салатының туралы әңгімелеп бер. Сурет салудың сиқырлы әлемі. Сурет салу танымның бір әдісі. Экранда көрсетілген суретке зер салып қара. Суретші баланың жіберген қателіктерін тап. Мысалы, балық ұшпайды, тауық жүзбейді, арыстан қоян сияқты тұрмайды, ал қоян арыстан сияқты ашуланбайды. Балалар, сендер осы суреттің қателігін түзеп, суреттерді салып көруге тырыс. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.